Сәлем достар, біз бүгін слоеное тестадан яблочные конвертики, яғни алмалы конвертики мен трубочки пісіретін боламыз. Мендегі слоеное тесто большая семья фирмасының дрожжевое тестасы. Алдымен осы слоеное тестамызды екіге бөліп, жартысын трубочкиге дайындап қоямыз, ал жартысын алмалы конвертикке дайындайтын боламыз. Ең алдымен алмалы конвертикке дайындаймыз. Ол үшін алмаларымыздың сыртын жақсылап жуып, сыртын аршып аламыз. Міндетті түрде аршып алу қажет. Сонда алмамыз өте жұмсақ, нәзік және дәмі де ерекше болып шығады. Аршылынған алмамызды дәл видеодағыдай кубиктап тураймыз. Туралынған алманың үстіне сары майымызды қатты ысытып құйып, қантымызды шамамен 3 қасықтай саламыз және жақсылап араластырамыз. Енді тестамызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Өте жұқа болып кетпеу керек және қалыңда болмау керек. Шамамен 1 мм-де болу қажет. Міне мен осылай жайып шықтым. Енді дәл видеодағыдай кесіп аламыз. Мен осылай 4 бұрышты қылып кесіп алдым. Кесілген тестаның келесі жақ бетіне ортасына салмамызды салып, 4 бұрышын жақсылап түйіп аламыз. Ашылып кетпейтіндей қылып қаттырақ қысу керек. Дайын болған конверткенің үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, 180 градуста шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Конвертигіміз піскенше трубочкамызды дайындап аламыз. Қалған жарты слоеное тестамызды оқтаудың көмегімен жайып, видеодағыдай ұзынша қылып кесеміз. Енді осындай дайын трубочкамыздың сыртын майлап, тестамызды ораймыз. Артық жерін пышақтың көмегімен кесіп тастауларыңызға болады. Трубочкиді қолдан да жасауға болады. Картонның сыртын фольгамен қаптасаңыздар болады. Трубочкамыздың сыртын жұмыртқаның сарыуызымен жағып алып, 180 градуста шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің конвертигіміз де пісті, өте жұмсақ, нәзік болып пісті. Үстіне қалауларыңызша сахарная пудра себулеріңізге болады. Енді трубочкамыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін кілегейімізге қант ұнтағын қосып, аз жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа дейін миксерлеп аламыз. Дайын болған кремді кондитерлік қапқа салып,
дайын болған трубочкамыздың ішіне құямыз. Трубочкамызде, конвертигімізде өте жұмсақ, нәзік болып пісті. Тесталары бір болса да, дәмдері мүлде бөлек. Дастархандарыңыз сәнді, тағамдарыңыз дәмді болсын.